Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Сатмаханова Ләззат Орақ қызы, Жарылқасын Отарбаев орта мектебінің бағдарлы оқыту жөніндегі орынбасары. Мамандыққа да махаббат керек. Ел ішінде ер азаматқа екі нәрсеге ерекше мән беру керектігін ескертеді. Оның бірі мамандық, бірі өмірлік жар. Иә, екеуі де адам өмірінде айрықша роль атқаратыны бұрыннан белгілі. Ғұмыр дарияға бірге түсіп, сезім қайғының ескегін қатар есетін өмірлік жарыңды көргенде көзің қуанып, көңілін жайланса, онда жар таңдаудан жаңылыспадым дей бер. Иә, күніңнің көп уақытын өткізетін қызметіңе қызығып, мақсат мұрат жолында маңдай теріңді төгетін, мекемеге мейлінше ерте барып, еркін жүріп, құлшына еңбек етсең, бұл да жолыңның болғаны. Тұңғыш басшымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанның 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты халыққа жолдауында білім мен кәсіби іскерлік дағдылар қазіргі заманның білім беру мен кадрларды даярлаудың басты бағыты екенін айрықша атап өтті. Өсіп келе жатқан ұрпақты еңбек іс-әрекетіне дайындау адамның өз тарихының әр кезеңінде түрлі жолмен шешімін тапқан маңызды әлеуметтік педагогикалық мәселелердің бірі болып табылады. Кәсіптік бағдар беру жүйесін құрамды бөліктеріне кәсіби ақпарат, кәсіби ағарту жұмыстары, кәсіптік ақыл кеңес және кәсіптік іріктеу, кәсіптік бейімдеу жатады. Кәсіптік ақпарат орта мектептегі кәсіптік бағдар берудің ең маңызды нысандарының бірі. Кәсіптік ақыл кеңес жұмысына ата-аналар құрамынан, шефтік мекемелер мен өндіріс орындарынан қызметкер мамандар тартылады. Кей жағдайда кәсіптік ақыл кеңес жұмысы өндіріс орындарында, кәсіп колледждер мен өндірістік оқу цехтарында, кәсіптік бағдар беру кабинеттерінде жүргізілген өте орынды. Бүгінгі таңда әрбір оқушының жеке қабілеттері мен ерекшеліктерін, мүмкіндіктерін, шеберлігін, қызығушылығын ескеріп, бағыт-бағдар беру, жекелеген мамандықтар туралы терең білім беру біздің басты міндетіміз. 2017 жылдан бастап елбасының баршаға арналған тегін кәсіптік білім беру жобасы іске асырыла бастады. Мұғалімдердің кәсіби бағдар беру жұмысының жүйесіне тоқталатын болсам, кәсіби үгіттеуді және кәсіби насихаттауды, кәсіби ақпаратты енгізетін кәсіби ағарту жұмыстары жатады. Белгілі бір мамандыққа немесе басқа кәсіпке тұлғаның қызығушылығы мен ерекшеліктерін анықтауға бағытталған алдын ала кәсіптік диагностика, әлеуметтік кәсіптік бейімделу, балаларда кәсіби абырой мен құндылық жауапкершілік, мектепті бітіретін 9-11 сынып оқушыларын қандай мамандықты таңдаймын, немесе таңдаған мамандығыма қалай қол жеткіземін деген ойлар мазалайтыны анық. Бұл әрине үлкен өмірге қадам басардағы ең жауапты сәттердің бірі болып табылады. Осылайша перспективалық мамандықты таңдау сияқты жеке даму саласындағы ақпараттық технологияларды енгізу кәсіби бағдар беру жұмыстарын тиімді айтарлықтай жақсартуға көмектеседі. Мектептегі кәсіптік бағдар беру жұмысының негізгі міндеттері оқушыларды көпшілік мамандық туралы түсінікпен қаруландыру, кәсіптің қызығуы мен бейімділігін, қабілетін қалыптастыру, дамыту мақсатында оқушылардың дара ерекшелігін зерттеу. Hi everyone, my name is Жібек Жолдасова. I am a student Жарылқасын Отарбаев. I choosing English. Hi Jack. Hi Arjun. Why are you choosing English? It is difficult or not? My future profession is interpreter. In future, I will translate all textbooks from English into Kazakh. I think nowadays it is necessary to be able to translate text from English into Kazakh. In future, I will be like my English teacher. Мектеп бітірушілерге мамандық таңдауға көмектесу, оқушыларды белгілі мамандықтың түрін меңгертуге бейімділік болып табылады.
Көптеген ата-аналар өз балаларының болашақ мамандығын таңдауда баласының білімін, қызығушылығын, таңдаған мамандығының еңбек нарығындағы сұранысын ескермей кәсіптік бағыт береді. Мектептегі кәсіби бағдар беру жұмысын жүйесі модульға бөлініп қарастыруға болады. Олар кәсіби ақпарат, ақыл кеңес, іріктеу және бейімдеу. Қыркүйек айында жас кәсіпкер Жылқыбаев Досбол Мәлік Омарұлы келіп, 9-11 сынып оқушыларымен кездесіп, өзінің кәсіби өркендетуді атқарған қиындықтары мен жетістіктеріне тоқтала отырып, ақыл кеңестерін берді. Білім алушылардың сұрақтарына жауап берген болатын. Менің болашақ мамандығым 5-7 сыныптар сурет сайысы болды. Сайысқа оқушылар мамандық туралы суреттер салды. Өз ісінің шебері мамандық таңдауын тақырыптарында онлайн сынып сабақтары өткізілді. 8-11 сынып оқушыларына арналған аймақта орналасқан өндірістер мен кәсіпорындардың өкілдерінің қатысуымен өз ісінің шебері мамандық өмір таңдауы тақырыптарында онлайн кездесулер өткізілді. Менің мамандығым, менің болашағым тақырыбында 9-11 сынып оқушыларынан шығарма алынды. 9 сынып оқушыларынан диагностикалық дәптер арқылы кім арнаулы орта оқу орындарына баратын, мектепте қалатын бөлігін анықтайтын тесттер алынды. Бағдарлы оқыту кәсіпке баулу бастамасы тақырыбында семинар практикум ұйымдастырылды. Мектеп сайтында кәсіби бағдар бойынша ақпараттық материалдар жариялануда. Мектеп кітапханасында мен мамандықты таңдаймын стендісі ақпараттық материалдармен толықтырылды. Кіріктірілген кабинетте сенім жәшігіне кәсіпті таңдаудағы сұрақтар салынды. Мамандыққа саяхат 6-7 сыныптар арасында өткізілді. Жарқын болашақтың кепілі, жаңа жақын кәсіп таңдау демекші. Қазіргі қарқынды дамып келе жатқан өзгермелі қоғамда өмір сүруге икемді жеке бастының пайдасына қарай өзін-өзі толық жүзеге асыруға дайын, бәсекеге қабілетті тұлға болуды талап етеді. Жоғарыда көрсетілген тапсырманың маңыздылығын ескере отырып, орта білім беру ұйымдарында кәсіптік бағдар беру жұмыстары бойынша іс-шараларды жандандыру қажет екені. Осыған байланысты бүгінгі күні мейлінше сұранысқа ие мамандықтарға мектеп оқушыларын бағдарлау, түсіндіру, кәсіби диагностикалық жүргізу бойынша жұмыстар жан-жақты баршылық.